Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін қызметкерді қалай жұмысқа қабылдау керек екенін қарастырамыз. Ол үшін кадровый учет, физические лица, кадровый учет бөлімшесінде справочники и настройки, физические лица, қазақ тілінде жеке тұлғалар ашамыз. Сотрудники папкасын ашамыз, яғни үш бұрышқа басамыз. Және жаңадан қызметкерді толтыру үшін создать дегенді басып жаңадан толтырамыз. Мысалы, Қанапин немесе Калиев боларсын. Калиев Болат Серикович. Записать дегенді ұмытпаймыз. Басамыз. Туған жылы мысалы 02-03-2000 жылға. Записать. Туған орнына мысалы Алматы қаласы, туған жері болады ғой, орны жері болады. Удостоверение басамыз, добавить. Мына жерде 0001-1900 шықты, бұл бізге маңызды емес, тұра береді. Вид документа показать дейміз. Бұл жерде екі документ түрі шығады. Егер сізге басқа документ керек болатын болса, мысалы паспорт, үстіндегі справочник подбор арқылы табасыз. Подбор. Және паспортқа 2 рет басасыз. Записать. Справочникті басып, паспортты таңдайсыз. Паспортта міндетті түрде сериясы болады, номері болады. Берілген күні, мысалы берілді 20 жылы август 5, МВД-РК, және мысалы 30 жылдың август 4-не дейін жарамды деп есептейік. Барлық көрсеткіштерді әрине сіздер нақты мәліметтер бойынша толтыру керексіздер. Мен жай ғана ойымнан шығара салдым толтыруды көрсету үшін. Келесі гражданство. Добавить азаматтылық, яғни Қазақстан азаматы болатын болса, осылай қалдырамыз. Мұны екіншіде нүкте тұрады. Записать. Окей. Пенсионер дегеніміз тек қана егер зейнеткер болатын болса ғана жағдайда қай уақыттан зейнеткер екенін мына жерде көрсетеміз. 20 жылдан ба, 19 жылдан ба, қай уақыттан екен, окей басамыз. Бірақ бұл қызметкер біз үшін пенсионер емес, сондықтан толтырмаймыз. Келесі ИИН-ын толтырамыз, яғни жеке сәйкестендіру номері 02. Бұл жерде де кез келген санды енгізіп жатырмын. Так, записать. Бин дұрыс емес деп шығады, бірақ бұл ешқандай қазіргі уақытта үйрену үшін ешқандай қателік болып табылмайды. Нақты жұмыс істеген кезде нақты сандарды енгізесіздер. Записать. Содан кейін инвалид болатын болса ғана толтырамыз. Көкпен жазылғанды инвалид болған жағдайда ғана добавить деп жазамыз. Әзірше толтырмаймыз. Ұлы отан соғысының ардагері немесе Афганистан соғысына қатысқандар болатын болса, дәл солай добавить деп толтырамыз. Бұл жағдайда да толтырмаймыз. Келесі налоговый вычет, сведения ИПН, яғни жеке табыс салығы бойынша жеңілдіктер басамыз. Және де біз тамыз айының 1-нен дей салайық. Және мына жерде де қай айды көрсеттік, басында сол айды көрсетеміз, тамыз айы. Наличие заявления галочка міндетті түрде қоямыз. Записать. 14 МРП. Мына жерге заявление деп жазамыз. Яғни заявление негізінде жеңілдік берілді дегенді білдіреді. Записать, провести. Записать, провести. Мына былай толтырылды. Біз жай ғана жаба саламыз. Келесі контактная информация. Контактная информация, адрес проживания физлица, яғни жеке тұлғаның мекен жайы. 2 рет басамыз. Қалай бастық? Мұны қарама-қарсыға 2 рет басып, 3 нүктеге басамыз. Қаласы мысалы Алматы.
көшесі Гоголя, үйі мысалы әзірше осылай жазып қоя салдым. Окей. Записать, использовать как основной. Дәл солай телефон номерінде де қарастыруға болады. Екі рет басамыз, үш нүктеге басамыз. Плюс 7 мобилді номерін берейік. Яғни бұл жерде осылай толтырдық. Записать, использовать как основной. Использовать как основной. Яғни бұлай қарамен боялу керек. Егер қарамен сізде боялмаса, мына өшті қайтадан бояймыз. Өшіп қалса қайттан бояймыз. Записать, закрыть. Енді бізге маңыздысы картшот. Картшот дегеніміз қызметкердің карточкалық шоты ашамыз. Бұл карточкалық шот өзіңіздің негізгі қай банкте қызмет көрсетеді сізге, сол банкте сіз картшот ашасыз. Қызметкер тамыз айынан бастап қабылданды, сондықтан Калиев показать все дейміз де, сотрудниктің құрамында Калиев Болат дегенді таңдаймыз. Банк бізде Каспий банк. Показать все. Яғни банкты толтырғанда мына үш бұрышқа басамыз. Показать все. Создать. Қайтадан дәл сол Каспий банкты таңдаймыз алдыңға таңдағанымызда. Және счет номері KZ-ден басталады. KZ және 18 сан. Өзі бітеді. Записать, закрыть. Екі рет бассақ болады, мұны активен деп, міндетті түрде активен деп көрсетеміз. Записать. Яғни бұл карточка активті болу үшін, мұны көріп тұрсыздар, міндетті түрде активті деген басылу керек. Егер закрыта болатын болса, онда бұл картаға ешқандай ақша аударуға болмайтын болады. Онда біз қайтадан ашып активен деп көрсетеміз. Енді алғашқы бастапқыға негізгі парақшасына көшіп, записать, закрыть деп, мұны Калиев бізде жазылды. Енді Калиев бойынша бұл жеке тұлғаның мәліметтері ғана, яғни физлица деп тұр, физлицаның мәліметтері ғана. Бұл жерде біз физлицаның негізінде бұлай сарымен белгілеп сотрудникті жасасақ болады, бұлай создать на основании, немесе бұны жауып, толығымен кадровый учетқа көшіп, сотрудники дегенді ашамыз. Жаңадан сотрудникті создать дейміз, яғни сотрудникті таптық, создать. Яғни біз жеке тұлғаның мәліметтерін толтырсақ та, бұл ол кісі Калиев әлі біз үшін қызметкер болып табылмайды. Сондықтан сотрудникке кіріп, міндетті түрде сотрудник анықтамасын толтырамыз. Тағы бір рет сотрудник, яғни кадровый учет, сотрудники, создать. Мына нүкте басында тұрған, біз оны екіншісіне аударамын. Открыть справочник физических лиц, яғни жеке тұлғалардың анықтамасын ашу дегенді ашамын. Сотрудниктің ішінде Калиев Айдос деген таңдаймын. Автомат түрде бәрі толтырылады. Записать, закрыть деп, мына Калиев Айдос мына жерге толды. Бірақ жұмысқа әлі қабылданбаған. Қалғандарында барлығы жазылып тұр. Қандай лауазымға, қандай бөлімшеге қабылдаған, ал Калиев Айдос екі жолы бос тұр. Сонда біз Калиев Айдосты былай сарыға бояп, создать на основании прием на работу в организацию деп бұйрықты толтыра аламыз, немесе бұл жерден толтырмай, басқа жерден толтыруға болады. Яғни кадровый учет, прием на работу. Басамыз, создать. Және бірінші тамыздан деп көрсете салайық. Добавить, показать. Бұл жерде бізде тек қана жұмысқа қабылданбаған Калиев Айдос, мұны не күні көрсетілмеген, не қандай лауазымға таңдалғаны және қандай бөлімшеге қабылдағаны көрсетілмеген. Сондықтан Калиев Айдосты ғана қабылдай аламыз. Қалғандары бәрі толығымен жұмысқа қабылданған. Екі рет басамыз. Қабылдаған күні мысалы август 3 дей салайық. Қай бөлімшеге қабылданды? Мысалы АУП дегеніміз әкімшілік. Қандай қызметке? Мысалы менеджер. Және екінші парақшасында оклад, яғни бұйрықта көрсетілген оклады, мысалы 350 мың деп көрсетеміз. Записать, провести. Провести, закрыть. Осымен барлық
үш операция толтырылды. Ең бірінші физлица толтырдық. Міне физлицада бізде сотрудниктің ішінде Калиев Болат деген пайда болды. Содан кейін біз сотрудникиді толтырдық. Калиев Болат, міне сотрудник, менеджер, 3 тамыз күннен бастап жұмысқа алынды. Және прием на работу бөлек, міне бұйрығыда көрсетілген. Бұйрықты распечатка жасауға болады, яғни печать, приказ на сотрудника деп, міне приказ о приеме на работу сотрудника Калиев Айдос. Калиев Айдос Болат Терекович әкімшілікке қабылданды, менеджер ретінде, айлығы 350 мың теңге. Осымен бүгінге қызметкерді жұмысқа қабылдауды қарастырдық. Келесі сабақта сатып алуды қарастырамыз. Қош сау болыңыздар.